Мағжан Жұмабаев атамыздың, Алла ол кісіні рахымына бөлесін, ұзақ уақыттар бойы сақталып келген жаңа суреті. Ақынның аяулы бейнесін азат елдің ұрпағы білім ошақтарындағы оқулықтан бастап, әдеби кітаптардан күнде көріп жүр. Алайда қылышынан қан тамған саяси қуғын-сүргін жылдары сол суреттерді сақтап қалудың өзі оңайға соққан жоқ. Әйтпегенде, отты ақынның жылы жүзін ағасы Әбемүсілім Лениннің суретінің астына жасырар ма еді? Мәселені әрден бастайық. Имене басып табалдырығын аттадық. Алдымыздан музей қызметкері шығып жылы шыраймен қарсы алды. Соңынан ертіп әр бөлмеде тұрған заттардың тарихымен таныстырып жатыр. Кенет көзіміз ақынның суреті мен оған іргелес тұрған күн көсемінің портретіне түсті. Мағжанның музейінде Мағжанның суретінің тұруы заңды. Ал Алашорда үкіметінің ата жауына айналған Лениннің бейнесі қайдан адасып жүр мұнда? Көңілдегі күдікті тағы сол музей қызметкері сейілтті. Оқиға былай болыпты. 20 ғасырдың алғашқы 3-10 жылдығындағы саяси қуғын-сүргін мен ашаршылық халқымызды барынан айырып қана қоймай, сүт бетіне қалқып шығар қаймағымызды зиялы қауым өкілдерінде қынадай қырған болатын. Сол қисапсыз қырғынның тырнағынан Мағжанда құтылып кете алған жоқ. Қорлық көрді, азап шекті. Ақыр аяғы атылып кете барды. Туған жерінің топырағы да бұйырмады. Жерленген жері де белгісіз. Ол ма, қандықол қара ниеттілер ақынның жанын ғана алып қоймай, соңында қалған құнды мұрасы шығармашылығында бір жолта жойып жібергісі келіп еді. Шығармашылық бұлай тұрсын, көзден кетсе көңілден де кетеді деп, суреттеріне дейін тінтіп тартып алып кеткенін қайтерсіз. Ақынның ағасы Әбемүсілім үйін тінтушілер келген кезде інісінің бір суретін төрде ілулі тұрған Лениннің портретінің астына жасырып үлгеріпті. Көптеген қолжазба суреттер қаншерлердің қанжығасында кеткенімен бір суреті бәрібір сақталып қалды. Үй түгел тінтілгенімен көсемнің көркем бейнесін ақтаруға қолдары бармайтынын Әбемүсілім де білген секілді. Кейін портреттің шаңын сүртіп жүруді де осы Әбемүсілім аманаттаған деседі. Бір қызығы, дәл сол рамкаға кейін Әбемүсілімнің ұлы Ғабділкәрім мен зайыбы Гүлбарамның суреті ілінеді. Суреттің шаңын тек Гүлбарам ғана сүртіп отырады екен. Өзге жан баласын жақындатпайды. Тіпті Гүлбарам өмірден өтер тұсында да әлгі сурет туралы балаларына тіс жармапты. Жылдар өте келе Гүлбарамның ұлы Марат ата-анасының суретін түрлі түстіге ауыстырмақ болып жатып, рамкадан бейтаныс адамның суретін тауып алады. Сол бейтаныс сурет жылдар бойы Лениннің тасасында қалып кеткен Мағжанның маңғаз бейнесі болатын. Музейде Лениннің суреті не үшін тұр деген сауалдың жалғыз жауабы осы. Мәліметтер егемен.kz сайтынан қысқартылып алынды. Рауан Қабидолдин, дыбыстаған Аспандияр Нұрмұхаммед.